Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Біз бүгін жаңа бөлім бастаймыз. Молекулалық биология. Бүгін өтетін тақырыбымыз дезоксирибонуклеин қышқылы молекуласының құрылысының принципі, яғни бір сөзбен айтсақ ДНК қышқылы туралы ақпарат беретін боламын. Нуклеин қышқылдары мономері нуклеотид болып табылатын ретсіз биополимерлер болып табылады. Нуклеотид әртүрлі үш зат типінен тұрады. Ол азотты негіздерден, бес көміртекті қанттан және фосфор қышқылының қалдығынан. Міне мына жерде суреттен белгіленіп, көк түспен бұл бізде азотты негіздер, ортасындағы ол жаңағы ДНК немесе РНК қанты дезоксирибонуклеин және рибонуклеин рибоза дейміз. Үшіншісі фосфор қышқылының қалдығы. Нуклеотид құрам бөліктері ол жаңағы азотты негіздерден, бес көміртекті қанттан және фосфор қышқылының өзара химиялық берік ковалентті полюсті байланысымен байланысқан болып келеді. Азотты негіздер құрамына көміртектен басқа міндетті түрде азот кіретін циклдық күрделі химиялық зат болып табылады. Нуклеин қышқылдарында азотты негіздердің 5 типі болады. Оларды біз бас әріппен белгілейміз, яғни А аденин, Г гуанин, Т тимин, С цитозин, У урацил. Барлық азотты негіздердің құрамындағы сақина тәрізді молекуласының саны бойынша оларды екі топқа бөлеміз. Пиримидиндер дейміз, екіншісі пуриндер. Енді осы екеуінің айырмашылығын білейік. Пиримидиндер дегеніміз не? Ол бір сақина тәрізді молекулалардан тұратын және оларға тимин, цитозин, урацил азотты негіздері кіреді. Пуриндер дегеніміз құрамында 6 көміртекті және 7 көміртекті екі сақина болады. Оларға аденин және гуанин азотты негіздерін жатқызамыз. 5 көміртекті қант, бұларды біз пентозалар дейміз. Қант санына байланысты, білесіздер. ДНК-ның формуласы С5H10O4, РНК-да, яғни рибозада С5H10O5, яғни оттегі 5 болып келеді. Келесі фосфор қышқылы. Фосфор қышқылының формуласы N3PO4. Бұлардың құрамына жаңағы сутегін жоғалтқан фосфор қышқылының қалдығы кіреді. Келесі бізде ДНК молекуласының құрылысы. Енді балалар, мына жердегі берілген суретті дәптерлеріңізге сызып алыңыздар. Яғни бұл ОБД тапсыратын оқушылар үшін айтып жатырмын. Өйткені бұл қажет. Қазір осы видеоның соңына қарай қосымша ақпарат беремін. Сол кезде мына жердегі бізге өлшем бірліктер қажет болады. Бұл жерде сендерге, яғни Уотсон мен Крик бойынша құрылған ДНК-ның моделі көрсетілген. ДНК-ның нуклеотидтері, олар жаңағы 4 азот негізден тұрады: аденин, тимин, гуанин, цитозин, А, Т, Г, С дейміз. Ал РНК-ның нуклеотидтері аденин, урацил, гуанин, цитозиннен тұрады. Яғни екеуі бір-бірінен бір азотты негізі бойынша ажыратылады. ДНК олар қос шиыршықты. Мына жердегі суретте де көріп тұрсыздар, яғни оңға қарай бағытталған болады. Және оның жіптері бірінен бірі және ось айналасында оңға қарай бұрылған. ДНК біртұтас молекула ретінде екі тізбектен немесе жіптен тұрады деп айтамыз. Нуклеотидтердің бір тізбекті қосылуы өзара бір нуклеотидтің дезоксирибозасы мен басқасының фосфор қышқылы арқылы жүзеге асады. Нәтижесінде полимер тізбегі түзіледі. Әрбір тізбектегі нуклеотидтердің азотты негіздері шиыршық ішіне қарайды. Көріп тұрсыздар ғой, яғни мыналар бір-біріне ақ қара болып тұр. Аденин латынша әріптермен жазып тұр. Т, осыларды айтып тұрмыз. Және де олар екінші тізбекпен байланысады. Ал дезоксирибоза фосфор қышқылы қант фосфатты арқау немесе көпірше түседі. Әрбір тізбектегі қант фосфатты көпірше ішіндегі байланысты біз ковалентті полюсті деп атаймыз. Ол ДНК-дағы көміртек пен фосфор қышқылының оттек атомдары арасында түзіледі. Сондықтан оны көбінесе фосфодифирлі байланыс деп атайды. Енді
жаңа мынау жерде қысқаша айта кетемін тағы да, ДНК ол қос шиыршықты болып келеді, оңға қарай бұрылған болып келеді. Ол ДНК-дағы көміртек пен фосфор қышқылдарының оттек атомдары арасында түзіледі, сондықтан біз оларды фосфодиэфирлі деп атаймыз. Және ДНК-ның тізбектері арасында сутектік байланыс түзіледі. Енді келесі бұл комплементарлық ережесі. Комплементарлық ережесі дегеніміз не? Ол нуклеотидтердің азотты негіздері, сутектік байланысты белгілері бір ретпен түзілу комплементарлық ережесі деп аталады. Мысалы, яғни аденин нуклеотиді Т нуклеотидке, яғни тиминге, ал гуанин цитозинге комплементарлы болады. Міне суретке қараңыздаршы. ТА деп тұр, біріншісі, екіншісі ГЦ. Яғни осылардың орындары ауыса береді. Мысалы, Т комплементарлы А-ға немесе А комплементарлы Т-ға болуы мүмкін. Г комплементарлы С-ға немесе С комплементарлы Г-ға. Бірақ осы жаңағы А мен Т және Г мен С ғана. Басқасымен олар комплементарлы бола алмайды. Осы жаңағы гуанин мен цитозиннің арасында үш байланыс, яғни сутектік байланыс, ал аденин мен тиминнің арасында екі сутектік байланыс жүреді. Осы ережені естеріңізде сақтап қалыңыздар. Енді жаңағы осы аденин мен тиминнің, гуанин мен цитозиннің арасындағы комплементарлық қандай жағдайға байланысты біз бұларды анықтай аламыз, осыны білейік. Егер бір тізбектегі нуклеотидтердің реті белгілі болса, екі тізбектен тұратын тұтас ДНК молекуласын құру. Аденинге тиминді, гуанинге цитозинді керісінше қойып комплементарлық тізбекті құрады. Екіншісі, егер біреуі белгілі болса, азотты негіздердің пайыздық құрамын есептеуге болады. Мысалы, айтайық, ДНК-да 10% аденин бар, демек оларға комплементарлы тиминнің де пайызы 10% болады. Қалған 80% ол цитозин мен гуанинге тиесілі. Демек, цитозин мен гуанинда 40-40%-дан болады. Сіздер енді сыныпта осы тәрізді есептер шығарасыздар, сіздерге бұл сол кезде қажет болады. Енді мен осы жерде сіздерге жаңағы слайдтағы көрсетілген жаңағы Уотсон мен Криктің моделін көрдіңіздер ғой, қайта барыңыздар, көрмесеңіздер фотоға түсіріп алыңыздар, сол бойынша айта кеткім келіп тұр. Жаңа айттым, ДНК бұл оңға қарай бұрылған сияқты дедім, және оның бір орамы шиыршық қадамы деп аталады. Бір орамын қараңыздар. Әрбір айналымы немесе қадамы 10 жұп нуклеотидтерден тұрады. Комплементарлы нуклеотидтердің арасындағы ара қашықтықты 0,34 нанометр. Қараңыздар, жаңа суретте тұр ғой, көріпсіздер. Яғни 0,34 дегеніміз не десек, ол бір-біріне жаңағы аденин мен тиминге немесе тимин мен адениннің арасындағы ара қашықтық 0,34 нанометр болады. Сәйкесінше орамдардың арасындағы ара қашықтық 0,34 нанометр болады. Ал шиыршықтың ені 2 нанометр. Қараңыздар, төменгі жақта тұр, ал ДНК-ның ұзындығы нуклеотидтер санына қарай ағза түріне байланысты түрлі болып келеді. Мысалы айтайық, вируста ол 5100 болуы мүмкін, бактерияларда 4 миллионға дейін, адамдардың гаплоидты жиынтығы 20 хромосомада орташа 2.900.000 болуы мүмкін. Яғни осындай ерекшеліктер бар. Енді мынадай қарапайым мысалды қарайық. Жеңіл есептеулер жүргізу арқылы осындай ДНК-ның ұзындығын есептейік және солардың ара қашықтығын білетін боламыз. 2.900.000-ді нуклеотидтер ара қашықтығына көбейтеміз. Нуклеотидтердің ара қашықтығын қанша дедім жаңа мен? Айтайық, қаны ұмытқасақ, қараймыз немесе суретке. Яғни ол 0,134. Шамамен 1 сантиметр ара қашықтық алынады. ДНК-ның осындай ұзын молекуласы бір микроскопиялық жасуша ішіне сыю үшін хромосомада қатты шиыршықтанып оралған күйде болуы мүмкін. Және де мына жерде мен соңғы тапсырма қойдым, яғни мына жерде берілген азотты негіздердің екінші тізбегін анықтаңыздар, оны комментарийға жаза кетіңіздер. Осы ДНК бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, сіздерге сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Видеоны сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі сабақта кездескенше.